Адамның түнде тісін қайрауын медицинада бруксизм деп атайды. Егер ол күндізде тісін қайрайтын болса, бруксомания деп аталады. Бұл екеуі де патологиялық ауруға жатпайды. Бруксизм де бруксомания да тұқым қуалауы мүмкін. Себептеріне келетін болса, көпшілігінің қате түсінігі бойынша ішектегі құрттар деп ойлайды. Бірақ құрттар кезінде бұндай тіс қайрау сияқты симптомдар байқалмайды. Ең бірінші себебі ол психоэмоционалдық жағдай, яғни стресс, қайғыру, уайымдау себептері. Мысалға, жұмысында, отбасында немесе бір маңызды емтихандар тапсыратын кезде адам уайымдап жүруі мүмкін. Сондай кездерде шайна бұлшықеттер еркінен тыс жиырыла бастайды. Екінші, прикустың дұрыс болмауы. Нейробұлшықеттік жүйе дұрыс болмаған кезде соны жөнге келтіру мақсатында шайна бұлшықеттері еркінен тыс жиырыла бастайды. Үшіншіден, ол тұқым қуалаумен берілуі мүмкін. Яғни ата-анасында немесе отбасында біреу тісін қайрайтын болса, онда ол берілуі мүмкін. Төртінші себебі ол тіс шығу кезінде балаларда жиі кездеседі. Бесіншіден, жүйке аурулары кезінде байқалуы мүмкін. Сосын тыныс алу кезінде, мысалға, мұрын аралық қалқан деген нәрсе бар. Сол қисаятын болса, аденот ұлғаятын кезде адам аузын ашып ұйықтайды да, ауыз құрғағандықтан сілекей көп бөліну кезінде адам тістерді қайрай бастайды. Яғни сілекейдің орнын толтыру мақсатында организм еріксіз бұлшықеттерді жиыра бастайды. Еміне келетін болсақ, стрессті тоқтату. Егер кішкентай балалары болатын болса, онда психоэмоционалдық көмек көрсетіп, оларға көңіл бөліп деген сияқты. Екінші себебі ол шайнайтын бұлшықеттердің спазмын жою мақсатында арнайы массаждар жасау керек. Үшіншіден, стоматологиялық капа деген нәрсе бар, яғни бұл кезде ол тісін қайрай алмайды, эмальді сақтайды. Яғни адам тісін қайраған сайын олар тісі егеліп, эмальді құртады. Сондықтан да арнайы размерлері болады капаның, стоматологқа көрініп, арнайы капа жасатып алсаңыз болады. Және де алма, сәбіз сияқты қатты жеміс-жидектерді жеуге болады. Бұл кезде адамның ауыз қуысындағы бұлшықеттер босаңсиды. Сол кезде адамның ұйқысы тыныш болып, тісінде қайрамайды. Бірақ бұның барлығын ұйқыдан 2-3 сағат бұрын жасау керек. Сағызды шайнауды жақсы көмектеседі. Сосын стоматологияға барып, консультация алған артықтық етпейді. Егер проблема тісте болатын болса, оны міндетті түрде емдету керек.